табанымен кешке таман мүйізінде қара шыбын отыр еді. Кез болды бір танысы жолда оған. Танысы мұны көріп келе жатқан, астында өгізі бар сабан тартқан. Көзіме күні бойын көрінбей ме, келесің сөйле дейді сен қай жақтан. Сонда бұл мұрнын көкке көтереді, адамсып маңызданып жетеледі. Жер жыртып күні бойын шашап келем, мазалап сұрап саған не керегі. Адамды кейбір түрлі алып еске қараса ғибрат бар бұл кеңесте. Біреудің я қайраты, я дәулеттің өзімсіп жүретіндер бар емес пе? Кейбіреу көтереді мұрнын көкке, өз әлін өзі білген адам көп пе? Мақтанып бәрін өзім еттім дейді, біреудің шауылды жүріп кеткен. Малшымен баса. Бір малшы көлеңкеге келіп жатып, қасқырдың иттеріне сеніп жатып, үстінде көк шалғаннан самал жерде тұрайып қалды. Сабаз ұйықтап қатып келеді қара жылан шағайын деп, малшыны сол уақытта масашақты оятып бұл бәледен қағайын деп. Ұйқысы малшы ондай ашпай тұрып өлтірді шағып тұрған масан ұрып. Көтеріп жерден басын біраздан соң қарады жан-жағына мойынды. Жыланды көрген шақта малшы өкінді, достығын сарамасадай сондай көргізіп. Сөзімді сөкпеңдер шолықтығын, демеңдер сөз жауға олақтығын. Жыланды малшы көріп болғаннан соң келмеді бір-біріне жолықтығын. Мысалы қазақ малшы ұйықтап жатқан, жыланды бәле келіп ашып ұйтбаққан. Оның түрін көргеннен сарамаса, халықты оянсын деп сөзбен шыққан. Ойлаймын осы сөз деп жетеді деп, қатты айтсам сөзім батап кетеді деп. Ұйқысын жұрт өзімді қорқамын сарамасадай етеді деп.